Швейцарияның Биль қаласында үлкен шахмат фестивалі өтіп жатыр. Біз отандастарымыздың шығармашылығымен танысайық. Зарина Нұрғалиева және атақты Эрик Розен. Халықаралық гроссмейстер, YouTube'те 700 000 көрермен бар. Енді осы блогердің ойынын тамашалайық. I4, C5, Сицилиян қорғанысы, ATF C6, PLB5, Россолима варианты. ATF6, сарбаз негізгі орталыққа орналастырды, AT5, AC3. AC7, G7 және D3. Әрине, біздің ақ біліміз жоқ, соған байланысты сарбаздарды ақ түске орналастыру керек. G6, рокировка, H3, мына G4-тегі торды бақылауда ұстау керек. Рокировка, піл I3, мына сарбаздың қал жағдайын білуге тырысады. B6, вәзір D2, мына піл өте қауіпті болуы мүмкін, сол себепті айырбастауға тырысу керек. I6, піл H6, ат D4, G7 және атты негізгі орталыққа орналастырды. Піл негізгі орталықтағы сарбазды жеді. Түсінбеймін. Не себепті Эрик Розен осындай шешім қабылдаған, мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Мүмкін мен түсінбеген шығар, 2182 деген рейтингісі төмен бір ойнамайтын шығар деген, қыз баласы ғой деген бір сондай бір немқұрайдылықпен қараған шығар. Енді қас көреміз. Зарина оған қуырдақтың көкесін көрсетеді. G7 және A4 бірден орталық тұрақта, сол себепті оң қанатта және сол қанатта ең еркін шабуыл жасауға болады. C5, A5, тура B8 және B4. Мына сарбаздардың барлығын қиратудың амалдарын жасап жатыр. F5, ат G5 тағы бір түсініксіз шешім. Неге? Эрик Розен мына торлардың барлығын нәрсе етеді. F5 ойлаған шығар, бұның барлығы болашақта әсер етпейді деп. Ат G5, бұлай G7 және тура B1. Бірден ашық жол үшін күрес басталды. Біз енді біздің турамыз мына пілге қарсы, немесе мына пілге қарсы күресті бастайды. Жалпы тура әрине пілден мықтырақ қой. B7, C3 орталықты қирату, H6 және вәзір A2 шақ. Өте тамаша жүріс. Қазір аттың осында ерекшелігін пайдаланады. Жалпы вәзір деген тік жолмен жүреді, қиғаш жолмен жүреді және көлденең жолмен жүреді, бірақ оған Г жолмен жүретін ойыншы жетіспей тұрады. Бұлай шах және D6 жедік. Бұл енді қосарланған сарбаздар, патша нашар, мынау байлаулы. Жалпы Эрик Розен блогер болған дұрыс болады ау деген бір сондай ой туып тұр. Жедік, әзір B2 бірден. Бірінші мәселе A6 деген іс-әрекет, содан кейін мынандай іс-әрекет жүзеге асырғысы келіп тұр. Екіншісі әрине мына D4-тегі сарбазды жекпелгісі келіп тұр. A6, шах, тура B6, атақты Филидордың ережесі 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екенін. D6, шах, G7 және тура B1. Бұлай тура B6 және тура B5. Енді не айтамыз? Эрик Розен 700 000 көрермені бар, бірақ шахматты ойнаған кезде әрине кішкене мұқият болу керек. Бірақ біздің Зарина деген оңай жау емес.